Сіздердің назарларыңызға тамақ өнімдерінің сапасын гигиеналық тұрғыдан бақылау пәні бойынша 8-ші практикалық жұмыс тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі бойынша тексерілетін сапалық көрсеткіштерді талдау тақырыбында практикалық сабақты ұсынып отырмыз. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздік көрсеткіштері дегеніміз адамның және малдардың денсаулықтарына қауіптілік туғызатын химиялық, радиоактивтік заттардың және басқа да токсинді заттардың бар болуын тексеру, анықтау жатады. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігінің қойылатын талаптар, оны қамтамасыз ету шаралары келесі түрде жүзеге асырылады. Бірінші, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тамақ өнімдеріне және оны дайындау, өндіру, айналдыру, іске асыру және жою процесіне қойылатын барлық талаптарды қамтиды. Екінші, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптардың ішіне бірінші, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген талаптарындағы субъектілердің сақтауы. Екінші, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тамақ өнімдеріне және оны өндіру, дайындау, іске асыру және тағы басқа процесс, соның ішінде жою процесіне байланысты талаптардың қатаң және сәйкес орындалуы. Үшінші, тамақ өнімдерінің техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген талаптарына сәйкестігін реттеу және соны анықтау. Төртінші, санитарлық, эпидемиологиялық және ветеринариялық санитарлық сараптау өткізу талаптары. Бесінші, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін саласындағы мемлекеттік реттеу шараларын қолдану мүмкіндігі және оның аясы кіреді. Келесі, тамақ өнімдерін дайындау, өндіру, іске асыру, айналдыру және жою процестері уәкілетті органдармен келісе отырып жүргізіледі. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының заңында белгіленген талаптарға төмендегі көрсеткіштердің біреуі сәйкес келмесе, дайындау, өндіру, айналдыру, іске асыру және жою процесінде келесі тамақ өнімдері рұқсат етілмейді, яғни жіберілмейді. Бірінші, сапасыздықтың айқын белгісі көрінетін болса, бөлінсе, ыдыраса, ластанса. Екінші, радиобиологиялық, пестицидті, химиялық және микробиологиялық наркотиктерден жоғары болса, яғни мөлшерінен, шекті мөлшерінен. Үшінші, қауіпсіздігін куәлендірілетін және оның шыққан жерін растайтын құжаттары болмаса, немесе ілеспе құжаттары болмаса. Бесінші, белгіленген жарамдылық мерзімі жоқ болса, немесе көрсетілмеген жағдайда. Бесінші, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған мәліметтері бар, маркасы жоқ болса. Алтыншы, берілген ақпараттарға сәйкес болмаса, тамақ өнімдері жалған болып шықса. Осындай жағдайда рұқсат берілмейді. Бесінші, генетикалық түрлендірілген нысандар және тамаққа қосылатын биологиялық белсенді қоспалар, олардың қауіпсіздігі Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен ғылыми негізделіп расталса ғана айналымға рұқсат беріледі. Бұл толығымен немесе жартылай ветеринариялық тамақтануды қалайтын тұлғалардың рационынан алынып тасталынады. Негізі бұл тамақ өнімдері құрамындағы нутриттері, олардың жетіспеушілігі адам дамуына кері әсерін алып келеді. Сол себепті тамақ өнімдерінің сапасын немесе құрамын тексерген кезде жоғарыда аталған мәліметтер назар алынуы керек. Мына келесі слайдта бұл адамның дұрыс тамақтану пирамидасы көрініп отыр. Бұл пирамида бойынша ең бірінші адам денсаулығына қажетті картоп, көкөністер, жемістер, жидектер және табиғи шырындар жататын болса, екінші орында сүт, ірімшік, сүт,
қышқыл өнімдері, сүзбе өнімдері, сары май және тағамдық майлар. Ал одан кейінгі кезекте дәнді дақылдар өнімдері, нан, жарма, макарон, жаңғақтар, дәнектер жатады. Майлы емес ет өнімдері, балық өнімдері, құс және жұмыртқа, бұршақ өнімдері жатады. Өсімдік майы, ең соңында қант, тәттілер, салқын сусындар жатады.